Арман аға, Данияр аға, сіздер де осы жердің түлектерісіздер ғой. Бізде сіздер түсінбегенде басқа кім түсінеді? Бізді жалғыз үйімізден айырайын деп тұр. Дым жасамай қарап отырсақ, ты кто такой? Давай до свидания боламыз ғой. Түсініп тұрмыз бәрін. Тек дұрыстап ойлану керек. Сендердің қозғалып жатқандарыңды білсе, ситуация қиын болып кетеді. Сатып алайын деп жатқан адам жалпы біле ма біздің мұнда бар екенімізді? Жалпы біздің бар екенімізді ешкім білмейді ау. Қалай болса да қара шаңырықты өзімізге алып қалу керек. Не әңгіме болып жатыр? Мама, біздің үйді біреу тартып алғысы келіп жатқан рас па? Бізше сонда, біздің күніміз не болады, мам? Сіз өзіңізді ойладыңыз ба, хотя бы барлығымызды алып қайда барасыз? Так, болды. Ештеңеге араласпай тыныш отырыңдар. Сендер әлі баласыңдар. Бәрін өзім шешем. Түсінікті ме? По-любому бір нәрсе жасауымыз керек. Болмайтын ау. Брат, әбен бар. Стройка жасаймыз ба? Үйді алып қалу үшін бір нәрсе жасау керекпіз деймін. Ой, сен маманың айтқан естімеген шығарсың, Араласпаңдар деп кетті ғой. Оның сөз жерде қала ма не сонда? Жерде қалмады, құлақта қалды. Александр әзілдейтін уақыт емес. Ой, Жанай, маманы білесің ғой, айта береді. Біз әлі кішкентай деп жүр ғой. Натуры, біз де қолымыздан іс келетін көрсетейік те. Көрсетеміз. Қандай ойларың бар? Қалай тоқтатасыңдар? Жақсылап ойланып, ол адамдардан қашан келетін біліп алуымыз керек. Қайда кеттің, Жанай? Нең бар, барлығын айтан басаған? Тыныш тұрсай, туалетке бара жатқан шығар. Жай сұрап жатырмын. Сіз бүгін өзіңіз келесіз бе? Жоқ, жеке адвокатым барады. Қажетті құжаттарды апарады. Дұрыстап танысып алыңыздар. Адвокат дейсіз бе? Жарайды. Мен өзім күтіп алам. Сау болыңыз. Не болды, Жанай? Мен маманы коридорда көріп қойдым. Бізде уақыт жоқ. Айырылып қалдық үйден. Стоп, тоқташ. Асықпай дұрыстап түсіндірші, не естідің? Жаңа мен келе жатсам, мама коридорда біреумен сөйлесіп жатты. Ол кісі бүгін келіп біздің үйдің құжаттарын алып кетемін деп айтты. Түсініп тұрсыңдар ма бүгін? Бүгін нес? Дәл бүгін келіп тартып алмайтын шығар үйді. Неге бірден негатив ойлап жатсыңдар? Мүмкін басқа адам шығар? Ой, сен де коучтар сияқты айттың ғой. Жоқ, точно сол адам. Басқа кіммен сөйлесе алады, мама? Жігітімен сөйлесіп отқан шығар. Қойш, көкем, прикол қысып тұрма, басыңды успокойся. Не істейміз? Мүмкін күтіп алып басына қапшық кигізіп қаматып тастаймыз? Ол сен ойлағандай оңай зат емес. Келетін адамның простой емес екенін айтпаса да түсінікті ғой. Қыздар, жігіттер, бізге бір четкий план керек. Мүмкін ол адамның құжатын ұрлап кетеміз. Тапатал түсте ма? Мама біліп қойса арлымыз үшін де, оны тыңдамағанымыз үшін де ұрыс жасаймыз. Мама білсе далаға шалмай қалайын деп тұрмыз ғой. Жасамасақ барлығымыз далада ойнап тұр ғой. Уайымдама, тап-талға шағамыз. Короче, былай, келетін адамға қонақжайлық көрсетуіміз керек. Мама бізге не үйреткен білесіңдер ғой? Қонақты қонақ қылып қарсы алу керек. Сосын амалын тауып, алдап болса да құжаттарын тартып аламыз. Онда асханаға бар, дастархан жайып, дайындай берейік, жүріңдер кеттік. Не ойлап отырсың, досым? Дастарханмен күтіп алып оны алдай аламыз ба? Сол қызық маған. Нормально, тамақ жеп отқанда білдіртпей ұрлап кетеміз. Білмеймін, досым, сомнение болып тұр не болса да. Құжаттары қасында болса, алу қиын болады бізге. Көп шай ішкізейік та, қонағымыз туалетпен дос болсын. Досым, дұрыс айтасың. Красавчик, оны отырғызып, тезірек туалетке баратын қылуымыз керек. Бәрі ұқсайықташы не? Не айтып отырсыңдар, балалар? Бізге де айтасыңдар, может? Санжар, өткенде ішің ауырғанда мама саған бір дәрі беріп еді ғой. Сол дәрінің аты қалай еді? Слабительный ма? Оны қайтпекшісің?
бірден айтайын, оны ішсең жағдайың ауыр болады. Бізге емес, қонағымызға керек. Ачы ол ауырып келе жатыр ма не? Если чо, емдейміз ғой. Сенде қалды ма ол Санжар? Иә, қалған. Білмеден қарап келейін. План өзгеріп жатыр ма не? Жоға, жай толықтырулар енгізіп жатырмыз. Короче, тыңдаңдар. Қонақ келген соң, оны күтіп аламыз. Оның суына слабительный дәрі қосып береміз. Ол суды ішкен соң дәретханаға сағады. Ал біз дәретханаға асқан уақытта оның құжаттарын ұрлап кетеміз. Ой, бұл қиын болатын болды ғой ол кісіге. Ой, қоя салшы. Бізге де қиын болады. Осының ойластырып жатқан бәрін мама естіп қойса, сосын көретімізді көреміз. Ол нәрсе қазір маңызды емес, маңыздысы осы үйді алып қалуымыз біз. Жоспар дайын. Санжар келсе, одан кейін қонағымызды күту қалды. Так, міне, мына құжаттар. Бәрі официально. Уайымдамаңыз. Тек мына жерге қол қойып берсеңіз болды. Мына жерге. Көрейік. Иә, дұрыс. Менің сізге бір өтінішім бар еді. Айта қойыңыз. Балалар бұл жөнінде білмей-ақ қойса жақсы болар еді. Иә, әрине. Бұл жөнінде балалар білсе, шефке де қиын болады. Қазіргі балаларды білесіз ғой, мінездері қиын. Жақсы онда, мен жүрейін. Серіктес болғаныңызға рахмет. Жақсы. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Бұлай жасауымыз дұрыс па өзі? Өй, Кешіріңізші ағай, байқаймай не істедің? Көзіңе қарап жүрмейсің ба? Кешпе. Жарай, іштен кетпейді, бара бер. Бара бер деймін саған. Иә. Алло, мен сіз тыңдап тұрмын. Сәлеметсіз бе? Сізге бала асырап алу жөнінде хабарласып тұр едім. Иә, айта беріңіз. Бүгін барып балдарды көрсек па деп едік. Иә, келіңіздер, өзім күтіп алам. Иә, сау болыңыз. Достар, біз іздеген адам келді. Тезірек ұстап болуымыз керек. Коридордан көрдім. Серьезно. Дәрі бар ма? Әкелдің ба? Иә, міне. Олжан, Әсем, дәріні суға қосып дайындап отырыңдар. Так, біз не істеп тұрмыз? Кеттік одан ұстап қойық. Ағай! Ассалаумағалейкум, ағай. Сәлеметсіз бе ағай? Уағалейкум сәлем. Неткен сіз жарқын адам едіңіз ағай. Сіз туралы көп естігенбіз. Ағай, сіз жайында мамамыз ескертіп айтқан. Түсінбедім. Сіз құдай қонақсыз ғой? Біздің үйімізге қонақ болып келіп тұр екенсіз. Біз енді нағыз тәрбиелі бала болғаннан кейін сізге қонақ жайлымызды көрсеткіміз келіп тұр. Солай ма? Ағай, сізге мерекелік дастархан дайындап қойдық. Сөйлетесіз? Балалар, мен асығыспын. Келесі жолы, иә? Келесі жол бола ма, болмай ма, біз білмейміз ғой, ағай. Жүріңіз, ағай, жүріңіз. Қоймадыңдар ғой. Жарайды, бірақ ұзаққа емес. Асығып тұрмын шынымен. Уже кіріп қонақ болып шығып кеттім деп ойлай берсеңізші. Жарайды. Жүріңіз. Ал, жүріңдер ал. Барлық қонақтарды өстіп қарсы алып аласыңдар ма? Иә. Не деген жақсы балаларсыңдар тек. Жететін шығар басты. Иә, жетет, болды, тығып қой, келіп қалар қазір. Міне, керемет. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Төрлетіңіз ағай, өзіңізді көріңіз. Ой, рахмет. Тартып алса, ита көзіне болады деп тұрған.
Жеңіз ағай, ұялмаңыз, тойып алыңыз. Рахмет. Жеп-жеп и так тойып жүрген шығар көкеміз. Қош болды. Ағай, әңгіме айтыңыз. Қайдан келдіңіз? Біздің үйге қонақ болып келіп отыр екенсіз. Мен жай. Бұл жерде қанша адам оқиды, қанша адам тұрады, соны санақ жасап жүр. Мектепте математика жақсы оқыған шығарсыз ағай? Иә. Ағай, түйіп қалмаңыз. Сусыннан да татыңыз. Мохито. Біздің қыздар өз қолымен жасаған. Қош. Я ағай, бұны ішкенде арманда, ішпегенде арманда. Шынымен керемет екен. Жарайсыңдар. Содан әңгіме айтыңдар. Не деген дәмді. Не болды мына? Туалет ана жақта ағай. Ойбай. Барып келесіз ау. Қай жақта дедің? Ана жақта тура жүресіз. Ойбай. Бүгін балаларды көретін ата-аналар келеді. Документтерін сендерге тапсырдым. Дайындап қойыңдар. Содан кейін жан-жақтарыңды реттеп, жинастырыңдар. Жарай ма? Хорошо, мам. Жарайды, мам. Барлығын реттеп қоямыз. Бара беріңдер. Қандай болады документтің түрі? Печать басылып қол қойылып тұру керек. Серьезный құжаттардың бәрі сондай ғой. Міне печат бар, қол қойылған. Мүмкін осы шығар, тез арада бұны құрту керек. Бөлмеге апарып тығып тастайық та. Не саған чипсымен рул апарып тағасылатын? Жоқ. Тықсақ олар бәрі тауып алады. Одан да мүлде жоқ қылып жіберейік. Точно дұрыс болды ма осы істегеніміз? Ой, мама от жаққанымызды көрсе де ұрсатын болды ғой. Жаманасы үйретпейді бізге. Қош жанай, дым жасамай үйсіз қалғанша осы үшін ұрыс естігеніміз жеңілірек. Болған іс болды. Жарайсыңдар. Енді үй точно бізде қалды. Ана адамшы, оны не істейміз? Бастысы өзіміздің істедік қой. Қалғанын көре береміз. Жүріңдер. Оппо, мына көйімді тез екен, бізден бұрын кеп апты ғой. Менің сөмкемді қайсың ақтардыңдар? Ішінде қажетті құжаттарым бар еді ғой. Біз ол құжаттарды соңғы рет далада көргенбіз, күл болып жатқан. Не? Не істесең сол, жоқ құжаттарың. Біз оларды өртеп жібергенбіз. Біздің үйімізді оп-оңай тартып аламын деп ойладың ба? Сендер бастарың жасай ма? Менің медициналық құжаттарың бәрін өртеп жіберіңдер ма сонда? Қалай сонда? Ол үйдің құжаттары емес па? Ондай аса қажетті құжаттар менің төс қалтамда жүреді. Ондай аса қажетті құжатты саған тастап кететініне мен әлі ауыш емеспін. Менің адвокат екенімді бәрің білесіңдер ғой, Ісім сендермен болсын. Мен сендерді сотқа берем. Әлі заң алдында жауап беретін боласыңдар. Тұршы бұлай. Ма, не болып мұны? Енді точно есі қалдық қой, Не істеп қойдық біз? Ол үлкен адам емес пе? Үлкендер сыйлағанымыз қайда? Мә, бұның барлығын ойластырмамыз керек еді. Енді істейміз. Менде идея бар. Жүріңдер, шығып кетпей тұрғанда ұстап алайық. Дашев. Я, алдым, аха. Құжаттар менде.
уайымдамаңыз, Құдай қаласа шаруаңыз бітеді. Аха. Жақсы ал, жарайсың. Болды. Арыс, не идея бізге де айтсай? Қазір мына жерді кино қыламыз. Біз оны алдандырамыз. Сол кезде біреуің барып, құжаттарын алып алыңдар. Досым, не істеп алдандырамыз? Сен түсіңе өзіңе айтса не істеу керек екенімізді. Мен талып қалғандай боламын. Сендер ағай көмекке шақырыңдар. Ай, басым! Не болды? Қаш, не болды? Ей, балақай, не болды? Тұр, көтер басын. Біреуің суға барып келші. Балаларға обал болды. Хотя жастар 18-ге толып, біз сияқты ересек болғандарында. Айтпашы досым. Адамдарға қазір не болып кеткен? Датабол сондай қатыгез ба не? Сонда балалар үйінен басқа айналысатын ештеңелер қалмады ма? Анда не болып жатыр? Жүрші барып көрейік. Ағай, Арысты көтеріп алып, медпунға апарайықшы. Иә, қазір. Ей, құлама, тұр. Жүр, кеттік. Жүріңіз ана жаққа. Жүр. Қалай жүреміз? Лайқа. Олай ма? Ай, балақай, атын кім? Осы документ па, дұрыс па? Олардың ауымыз ұрлыққа жатпайды ма? Әсем, біз барлығын үйіміз үшін және анамыз үшін істеп жатырмыз. Дұрыс па? Иә. Мам, не істеп жатсыз? Беріңіз көмектесейік. Әкеліңіз. Ой, жандарым сол. Кішкентай кездеріңде екеуің көмектесуші едіңдер. Ересек болғанда да екеуің. Арманның түрі бұрыннан онша емес еді. Ол да өзгермей қалды ғой. Кетші, не ерігіп тұрсың? Ұстағанан ал. Аррик қой. Былай? Иә. Ой, әбден қорқыттың ғой сен бізді, Рахмет ағай, сөз болмағанда не болатынын елестете алмаймын. Я, рахмет ағай сізге көп. Оқас жоқ балақайлар. Менің орнымда басқа біреу болса, дәл осылай істер еді. О, Арыс досым, қорқыттың ғой бізді. Нормаль, просто азанда дәрін ішуді үміт еткем ғой. Ағай, сізге тағы да рахмет. Алла разы болсын. Оқас жоқ. Балақайлар, көп ауырмай, өздеріңді күтіп жүріңдер, жарай ма? Жарайды ағай. Кешіріңіз ағай, уақытыңыз ұстап қалсақ. Іштерсін. Неге ағай заттарыңыз? Ой, рахмет. Ұстай тұр. Мүмкін қонақ боларсыз ағай, құшақ жая қарсы аламыз. Я, ағай, тәтті бәліш пісіріп береміз. Рахмет. Бүгіндікке бәлішке де, басқасына да тойдым. Ас болсын ғой ағай атак. Любой момент келе беріңіз, өзіңізді көріңіз. Жақсы онда балақайлар, мен жүрейін. Сау болыңыз ағай. Сау болыңыз. Сау болыңдар. Қалай? Былай план жұмыс істеп кетті ма? Красавчик, Арыс. Рахмет, білем ғой. Негізі Арыс дегенім ғой. Бәсі, неге бәрі красавчиктің деп айта беретесің? Осы құжат, балдар, не істейміз? Бұны да өртейміз ба? Басқа вариант жоқ. Көзін құртайық, давайте. Кеттік. Бауырым, тоқташы. Сен кет қамаш күт мен. Қайда кеттің? Енді точно қуансақ болады. И бізде қалатын болды. Ё-майо. Ана кісі қайттан келе тұр? Жүріңдер. Документтер қайда? Қандай документ? Үйдің договоры. Сендер алыңдар, мен білем. Ағай, бізден көріп тұрғаныңыз не? Біз білмейміз ештеңе. Мен айтқан документтер дайындадыңдар ма? Иә, мам, дайын болып қалды. Иә, балаларды көретін ата-аналар келгенде бәрі дайын тұрсын. Болды, мама, уайымдамаңыз. Бәрін дайындап қоямыз. Балалар шулап жатыр ғой. Іні қарындастарыңа көз қырларың салып жүріңдер. Ересек болдыңдар ғой. Жақсы, мам. Уайымдамаңыз, оларға біз қарамағанда кім қарайды? Иә. Ал, бара беріңдер. Қалғанын өзім жасаймын. Бірден керек болса айтыңыз, Жарайды.
Балақайлар, шындарыңдайыңдар. Егер алсаңдар, қайтарып бере қойыңдар. Ағай, біз білмейміз деп тұрық қой, неге кетпей тұрсыз? Өзіңізден іздеп көрсеңізші. Мен алдай алмайсыңдар. Қайтарыңдар документтерімді. Тоқта, Сен кімсің е? А? Менің іні қарындастарым дауыс көтеретін. Сенің бауырларың менің аса қажетті құжаттарымды ұрлап алды. тұра тұршы, жай сөйле. Ұрласа не, ұрлатып қойып қарап тұрдың ба не? Өз заттарыңа ие болмайсың ба? Сендер екеуің менің кім екенімді білмейсіңдер ғой деймін, походу. Айтайын ба, сен кімсің? Кім екенмін? Сен жай ғана кішкентайларға әлі келетін адамсың. Бар болған сол. Сендер бұл сөздерің үшін жауап бересіңдер. Заң алдында жауап бересіңдер әлі. Давай, келген жағыңа қайтшы. По-любому тартып аламыз үйлеріңді. Қолыңнан келсе көрсей. Болды. Акциялға барыңдар. Сол жақта сөйлесеміз. Шуламай, мамаға дым білдірмей барыңдар. Осы байлардың бәрі бір деймі? Өзінде бай болғың келбеді ғой. Баяғыда ғой. Қазір пландарым басқа мен. Байқашы әйтеуір, андай болып кетпеші. Прикол ұстама. Рас қой? Ойнамайды. Қалжыңа. Жүр кеттік ішке. Балаларды тыңдайық. Жүр. Мен шешім қабылдадым. Өзім туа салам ау. Ағалар болмағанда не болады екен ана жерде? Айтпа, құтқарды бізді плотно. Мақтайтын шығар бізді. План енді мощный болды ғой. Мамаға айтып бермесе екен, а то всем нам крышка будет. Че там? Не болып жатыр? Ана кісіден не алып едіңдер? Заресін алдық қой. Қандай құжатта айтып тұр? Ол адвокаттан біздің үйді сатып алатын документ ұрлап кеттік. Ол қайда енді? Өртеп жібердік. Понятно. Жалпы дұрыс істепсіңдер. Бірақ кез келген документті басына жасауға болатын білесіңдер ғой? Қалай сонда? Ол жоқ қой? Сендер тек үйдің сатылмаудың уақытын ғана созып бердіңдер. Ол 1-2 аптадан кейін құжатты жаңартып қайтып келеді. Барлығы бостан-бос болды ма? Бостан-бос емес, сату уақытын ұзартып алдық қой. Мама енді точно біліп қояды бұны. Жарайды енді. Бізде әлі уақыт бар. Құжатты қалай алып алдыңдар? Қатты қорқып алып бұзған. Қорққан соң туалетке жүгірді ғой. Сол кезде барып документін алдық. Жай, план бойынша ғой барлығы. Басында мүлде керек емес құжаттарды өртеп жеппіз. Медицинский справкасын өртеппіз. Бастарың қатысты екен, е? Негіз бар ғой, 2 аптадан кейін біздің үйге ғана емес, ауруханаға да баратын сияқты ғой. Документті қалай алдыңдар жалпы? Арыс актердің арқасында. Актер? Арыс өтірік талып қалып, адвокатты алдандырды. Біз оның киімнен нағыз құжаттарды алып алдық. Сөйтіп өртеп жібердік. Базар жоқ арсақ. Сен бүгіннен бастап актер дейді екенбіз ғой. Қалың елім, қазағым. Пақшы. Сендер не білдіріп жүрсіңдер? Балаларды көретін ата-аналарды қорқытып жіберіпсіңдер ғой. Егер ұнаса төменге комментарий жазып кет, және біздің каналға тіркелуді ұмытпа. Сен, сен, дәл осы балалар сияқты мен бірге киноға түскің келе ме? Ендеше төмендегі байланыс нөмірге хабарласыңыздар. Жарық синема өнер мектебі сіздерді күтеді.